Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен айраннан жасалатын құймақтың видеосымен бөлісетін боламын. Өте аз заттар кетеді, тез жасалынады. Осындай барлығы 1 стакан өлшемінде болады. 1 стакан ұн, 1 стакан айран және 1 стакан қайнаған су. Мына жерде көрсету үшін қойып қойғанмын суды. Енді суымызды қайтадан сахарлатып қайнатамыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып араластырамыз. Үстіне айранымызды құйып араластырамыз. Және ұнымызды салып араластырамыз. Үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құйып араластырып, енді жарты шай қасық содамызды құрғақ бокалға салып, сахарлап қайнап тұрған қайнаған суды соданың үстіне құямыз. Осындай реакция жүру керек. Араластырып, құймақтың үстіне аз-аздан құямыз, бөліп құйып отырып араластырып, суымызды барлығын араластырамыз. Құймағымызды салқын жерге 20 минут, 30 минутқа қойып аламыз. Немесе холодильникке 10 минутқа қойып алуға болады. Табамызды қатты қыздырып, майлап, құймағымызды құямыз. Осындай беті кеуіп, шеттері қызарған соң, екінші бетін аударамыз. Екінші бетін отта қатты ұстамаймыз, тез піседі. Алып, майлықтың үстіне бірінші жайып, суытып аламыз. Кейін суыған құймақтарды бір-бірінің үстіне қоямыз. Осымен құймақтарымыз дайын, оңай әрі тез. Арасына қалаған сүзбе немесе піскен фарш салып жеуге болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен жасасаңыздар, видеода, комментарийда менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.